Оралда көмекке зәру 2000-ға тарта шәкірт жаңа оқу жылына қажетті киім-кешек және құрал жабдықтармен қамтылды. Ата-аналардың айтуынша бір баланың киімі мен оқу құралдарын сатып алу үшін айтарлықтай қаражат керек болады. Ал бірнеше бала мектепке баратын аз қамтылған отбасылар үшін демеушілердің көмегі артық етпейді. Осыны ескерген кәсіпкерлер мен мекеме ұйымдар мектептерде білім алатын шәкірттерді қамқорлыққа алып, керек құралдармен қамтамасыз етуде. Тамыз айынан бері қала мектептеріне баратын 2000-дай оқушыға 23 миллион теңге көлемінде көмек көрсетілген. Мектепке жол акциясы қазан айының соңына дейін жалғасады. Мен Ғалымжан Ернардың әжесі боламын. Мына бүгінгі күні мынандай қайырымдылық қор ұйымдастырып, мемлекеттік қызмет істер мекемесіне көп рахметімді айтамын. Бүгін балама деген толық киіндіріп, мен осы мектепте өзім жұмыс жасаймын енді деген бұндай нелерден қалдырып атырған жоқ, қайырымдылық қорларынан. Біздер белсенді түрде осы акцияға қатысып жатырмыз. Яғни бұл акция емес, бұдан да басқа осы қайырымдылық акцияларына біздің департамент басшылығы үнемі өзінің қолдауын көрсетіп отырады. Орал қалалық номер 10 мектеппен осы 5 отбасы оқушыларының өз көмегімізді көрсетіп жатырмыз.